Бала кезім сыныпта мұғаліміміз біздерден кім болғыларың келеді деп сұрақ қойды. Оқушылардың бәрі жанталаса жауап беріп жатқанда, мен де орнымнан тұрып, мен сіз секілді ұстаз болғым келеді деп жауап бердім. Сол сәттен бастап ұстазымның әр қимылына, киім киісіне, балаларға деген мейіріміне тәнті болдым. Мен алғаш ұстазымның бейнесіне осылай ғашық болған едім. Уақыт зымырап, мен енді 11-ші сынып оқушысымын. Ағылшын тілі сабағында отырмыз. Өте білімді ұстаздың әр сөзін қызыға тыңдап, сабаққа белсенділікпен қатысамын. Сол сәттерде ұстаздықтың асыл мәнін тағы да сезініп, болашағымды осы жолмен байланыстыруды армандадым. Уақыт зулап өте шықты. Армандарым жетелеп, өз мектебімді аяқтадым. Енді міне, бала күнгі арманым орындалып, өз мектебіме құжат тапсырғалы тұрмын. Жүрек толқығанымен сенімім нық еді. Менің жолым ұстаздық жол. Қабылдау бөліміне құжаттарымды тапсырып, үлкен үмітпен күтіп тұрған сәтім. Мектеп директоры жылы жүзбен ниет білдіріп, маған сәттілік тілеп жұмысқа қабылдады. Осылайша бала кездегі арманым шындыққа айналды. Алғашқы еңбек жолымда менің жанымнан тәлімгер ұстаз табылды. Ең қызығы, ол кезінде маған сабақ берген өзімнің сүйікті ұстазым еді. Енді сол кісі маған ұстаздық жолдың қыр-сырын үйретіп, бағыт-бағдар беруде. Ұстаздан алған тәлім мен үшін баға жетпес қазына. Кішкентай жасмен ұзын дәлізбен жүріп келеді. Әрбір есіктің ар жағында болашақтағы өзінің бейнесі көрінеді. Бірінші кабинетте оңайған баланы құшақтап, жұбатып тұрған ұстаз бейнесі. Келесі кабинетке оқушыларға білім беріп, сабақты ынтасымен өткізіп тұрған сәті. Үшінші кабинетте кішкентай шәкірттерінің мейірімге толы құшағына бөленіп тұрған ұстазды көреді. Осының бәрін көрген кішкентай жасминнің жүрегі шаттыққа толды. Өйткені ол бала кезіндегі арманның орындалғанына куә еді. Дәл осы ұзын дәлізде кішкентай жасмин ересек жасминді кездестіріп, бір-біріне ұзақ қарады. Бұл арман мен шындықтың тоғысқан сәт еді. Кішкентай жасмин қуанышпен ересек өзін құшақтап алды. Мен түсіндім, ұстаз болу жай ғана мамандық емес, ол жүрек қалауым, өмірлік мұратым. Practice just in case your neck break.